Сәлеметсіздер ме? Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы, Жамбыл ауылы Абай атындағы орта мектептің қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі Дүйсеметова Сәулеш. 5-ші сынып қазақ әдебиеті. Сабақтың тақырыбы Нұрдәулет Ақыш, нағыз әже қайда? Оқу мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашу. Бағалау критерийлері шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеттерді пайымдайды. Шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын суреттеп сипаттайды. Олай болатын болса, балалар, мынау әнді тыңдап көрейік. Ardaktacı ayağı sen, arkalau sen, şeyau жүрсем, ертеңмен тәтті ұйықтап, еркелеп оянушым. Төбемдегі айдалғандай, дауыл келді қайдан қандай, еркелеткен кезің әже, бұл күнде ертегіме елеске айналғанда. Сенсіз әже қамығамын, жабырқап жабығамын, жалғызсырап қалды жаным, жиылып жанымамын. Сенсіз әже қамығамын, жабырқап жабығамын, ақ жауызды әже көрсем, мен сені сағынамын. Аңсап айтқан әнім мұңды, сазды әуен сағынуда, жәудіреген көзің ала, мәңгілік сағындырды. Мейірім даула рахым етші, тілегімді қабыл етші, менің асыл аға әжеме, Аллахым ақиретте жәннатты нәсіп етші. Сенсіз әже қамығамын, жабырқап жабығамын, жалғызсырап қалды жаным, жиылып жанымамын. Сенсіз әже қамығамын, жабырқап. Қане балалар, әнді тыңдадыңдар ма? Керемет ән екен, иә балалар? Бұл ән кім туралы деп ойлайсыңдар? Сонда әже деген кім? Қанекей балалар, кімнің үйінде әжесі бар? Олай болатын болса, сендерге бірінші тапсырма. Мәтінді оқи отырып, екі әженің келбетін білдіретін тіркестерді жазып шығыңдар. Бірін-бірін толықтырып, берілген үзіндімен жұмыс жасайсыңдар. Мәтіннен тіркестерді теріп жазады, бірін-бірі толықтырады, берілген үзіндімен жұмыс жасайды. Қане балалар, осы дискурс бойынша жұмыс жасаймыз. Жақсы. Екінші тапсырма балалар. Сендер кеше алдын ала мәтінді оқып танысқасыңдар, иә балалар? Соған байланысты мынандай үзінділер беріледі. Берілген үзінділерді мұқият оқып, әже бейнесін білдіретін іс-әрекетті
жазып аласыңдар, сурет бойынша салыстырыңдар. Дескрипторы үзінділерді оқиды, іс-әрекетті жазып алады, салыстырады. Ал балалар іске сәт, яғни әжелерді салыстырамыз. Балалар, олай болатын болса, сендерге үшінші тапсырма беріледі. Оқушылар жеке жұмыс жасайсыңдар. Нағыз әже қандай болу керек деген тақырыпқа мәтін құрастырыңдар. Дескриптор. Мәтінде жалпы әже туралы өз ойларын жазады. Нағыз әже ұғымын бес сөйлем арқылы жазады. Қанекей балалар, егер үйде әжелеріміз бар болатын болса, сол әжемізді сипаттап, әжеміз туралы өз ойларымызды жазамыз. Және нағыз әже ұғымын бес сөйлем арқылы жазып көрсетеміз. Сәт балалар. Сендер жақсылап орындайды деп сенемін. Енді сабақтың соңында балалар, бұғы кестесін толтырамыз. Білдім, білемін, білгім келеді. Сабақты тыңдаған назарларыңызға рахмет. Сау болыңдар балалар.